айтып берейін. Bir күні ата бауырсақ пісіріп, құрт қайнатты. Құрт пен бауырсақ ең құрметті орынға қайсымыз лайықтымыз деп таласып қалды. Құрт бірден сөреге шығып алды, ал бауырсақ дастарханның тап ортасына жайғасты. Балалар, міне дастарханға ең алдымен нан қою дәстүрі осыдан басталған екен. Балалар, мына суретте нені көріп тұрмыз? Не көріп тұрмыз? Қол қойдырып жауап берейік. Ал балдар не айтады? Ботаны көріп тұрмыз тағы да? Бұзауды көріп тұрмыз. Бауырсақ көріп тұрмыз. Құрт көріп тұрмыз. Балдар, тамаша. Енді бұл жерде бұзау, бота, бауырсақ деген сөздер қандай әріптен басталады? Б әрпі естіп тұр, иә балалар? Енді біз бәріміз Б әрпін айтып тұрмыз. Б әрпі қалай айтып тұр? Тамаша, кедергіге ұшырап айтып тұр екен. Демек, кедергіге ұшырап айтылған дыбыс әріп қандай болады? Міне, Б әрпінің басқа түрі және басқа түрі. Ал Б әрпінен келетін сөздерді атайықшы. Тамаша. Бұзау. Б әрпінен келетін сөздер балалар. Қолға жауап береміз ка? Ал сен айта ғой. Қандай сөздер келетін Б әрпінен? Банан, тамаша. Мансұр айта ғой. Қандай сөздер келетін Б әрпінен? Балта, тамаша. Барабан, тамаша. Ал Арыстан айта ғой. Б әрпінен? Бала, тамаша. Айман айта қойшы Б әрпінен. Қандай суретін көріп тұрмыз? Бағдаршам, иә? Жарайды, отыра ғой. Балалар, Б әрпін біз көп текшемен белгілейміз. Б әрпін айтқан кезде кедергіге ұшырап шығады екен. Ал енді балалар, мен сендер балалар, бауырсақ пен нан қайдан шығады? Бірінші бидайдан. Тамаша.
қанша дауысты дыбыс бар? Тамаша. Келесі, ал үшінші топ келе ғой. Үшінші топ көркем үміт келе ғой. Эқа қараңыз. Ненің суреті екен? Айтамыз. Ненің суреті? Бидай. 25 бидай. Бидай. Қанша әріп бар? Қанша әріп бар? 5 әріп бар. Қанша дауысты дыбыс бар? Дауысты дыбыс. Қанша дауысты дыбыс бар? Тамаша. Ал үшінші топ болды ба? Үшінші топтан кім шығады? Тамаша балалар. Ары қарай. Балалар, енді дәптерімізді ашамыз. Б әрпін жазып шығамыз. Б әрпін жазып шығамыз. Кәдімгі балалар. Кәді балалар Б әрпін жазып шығамыз. Жазып жазып.
болды. Келесі балалар сергіту сәтін жасап алайық. Орныңыздан тұрып. Орныңыздан тұрасыз. Ал енді балалар, оқулық жазайық, оқимыз, иә? Кәнекей, бірінші топта. Назым, оқиғышы. Қандай сөз шықты? Балық. Жүнді болшы. Балық. Өмір. Оқиық. Келесі. Аман соқты. Жүнді тұрамыз. Патой кушу. Патой. Ладно. Не болды? Болады. Тамаша, отыра ғой. Тұрмаймыз орнымыздан. Қойсақ болмаған. Көрген тұр. Оқиық көрген тұр. Дауысын шал. Ал енді балалар, дауысты және дауыссыз ұяшыққа, дауысты және дауыссыз ұяшықтарға мына әріптерді саламыз. Кәнекей, бірінші тұрған келе ғой. Келе ғой. Мына ішіне әріптерді қандай ғой. Неға қарағаныз? Қандай әріп? Қандай? Ағарып, ұяшығына салып. Кел, салыш келе ғой. Неға қарағаныз? Қандай әріп? Қандай дауыс? Дауыс ма, дауыссыз ма? Дауыссыз ұяшыққа салып. Назым келе ғой.
Даусыз аға салам. Бақ берген келді. Қандай? Қандай дыбыс? Даусыз. Келі бақыр. Біреуін алып бір. Қандай? Дауысты ма, дауысты ма? Дауысты. Тамаша, аға сала қой. Көрген келі қой. Біреуін алып. Қандай әрі? Дауысты ма, дауысты ма? Дауысыз, дауысыз ұяшыққа сала қой. Келесі. Айсұлтан келі қой. Бүгінгі біздің бала сабағымыз осымен аяқталды. Сабаққа қатысқандар Мирас тамаша қатысты, Үміт тамаша қатысты, Айбар жауап берді керемет, Бақберген тамаша қатысып отырды, Нұрхан сәл қатысады сабаққа жай ма? Ал Зейін қатысты, Аян, Мансұр, тамаша бүгін сабаққа белсенді қатысқан Бақдәулет, Көркем тамаша оқыды. Әркелді тамаша татты Айсұлтан. Назым бүгін белсенді қатысты кән. Нұрым да жақсы қатысты. Сағыныш әркелді жақсы